Остеохондрозды ешқандай дәрі-дәрмек емдемейді. Остеохондроз ауруы көбінесе кәсіп ауруы болып есептеледі. Бухгалтер, тігіншілер, таксистер, компьютерда отыратындар, көп отырып жұмыс жасайтын адамдарда ұшырайтын ауру. Остеохондроздың емдік дене шынықтыру, массаж, физиоем түрлері. Соларды тұрақты түрде алып отыратын болса, остеохондроз өз-өзінен жойылып кетеді. Остеохондроз болған кісіде ет пен терінің арасында жидкіс болады, сол жидкіс азайып кетеді. Тек отыра берген, қимыл қозғалыссыз отыра бергеннің әсерінен. Ал енді массаж қан айланымын жақсартып береді. Массаж жасалынғаннан кейін жаңағы жидкіс қайтадан бөліне бастайды. Соның әсерінен остеохондроз өздігінен жойылып кетеді. Сіздерге айтар жақсы кеңесім, емдік дене шынықтырулар мен массажды уақыт-уақытында алып жүрсеңіздер, остеохондроз ауруына шалдықпайсыздар.